Бүгін мен осындай өте дәмді, үлкен, қытырлақ болып шығатын хурасандар дайындадым. Менімен бірге міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Олай болса, достар, бірге жасап көрейік. Сүтіміз таза ыдысымызға сүтті, суды, қантымызды, бір ас қасық тұзды және де ашыртқымызды салып барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Толық құрамын төменге бидонның астына жүктейтін боламыз. Сол жерден қарап жасасаңыздар болады. Және де 2 ас қасық сұйық майымызды қосып барлығын жақсылап араластырып, ашыртқымыздың сәл көтерілуі үшін 5-7 минутқа тындырып қоятын боламыз. Енді біздің қамырымыз үшін 2 жұмыртқа қажет болады. Бір жұмыртқамның сарысын мен бетіне жағуға алып қалдым. Мінекей сәл көтерілді, 5 минуттан кейін алдым. Енді үстіне бір жұмыртқамызды және бір жұмыртқамыздың ақ уызын қосып жақсылап барлығын араластыратын боламын. Ең маңызды кезең бізде ұн болып саналады. Ұнымды мен алдын ала ситадан өткізіп дайындап қойған болатынмын. Барлық ұнды бірден салып жібермеңіздер. Ақырын сала отырып, қолымыздың көмегімен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Мінекей мен столға төгіп барлығын бір келке етіп, жұмсақ қамырдың басын біріктіріп илей бастадым. Мінекей өте жұмсақ қамырымыз шықты. Қараңыздаршы, қалай жұмсақ болып шыққан. Жақсылап июын қандырып, елеңкіреп жіберіп, бетін салапанмен немесе осындай мен сияқты жұқа пленкамен жауып, үстін жақсылап орамалмен қымтап, 1-1,5 сағатқа тындырып қоятын боламыз. Мінекей менің ұным осылай өте керемет болып көтерілді. Енді осыны кішкентай бөліктерге мен 20 бөлікке бөліп шықтым барлығын. Осылай домалақтап, кішкентай күлшелер жаятын боламыз. Өте созып, қатты жұқартып жіберудің қажеті жоқ. Осылай барлық 20 бөлікке бөлген оның қамырымызды осылай дөңгелентіп жайып шығатын боламыз. Енді жайған қамырымызға барлығының бетіне осылай жұқалап майымызды жағып, барлығын бірінің үстіне бірін қойып жүктеп жағып шығатын боламыз. Ең беткі бөлігіне ұнымызға жақпайтын боламыз. Ол біздің қамырымызды жаю үшін қажет. Майды ертіп жағуға болмайды. Бөлме температурасындағы майды жағыңыздар. Себебі майды ертіп жағатын болсаңыздар, ол жайған кезде ағып кетуі мүмкін. Шеттерін осылай сәл қымтаңыздар, өйткені қазір жайған кезде майымыз шығып кетпеу үшін. Барлығын осылай міне жағып, барлығын жинап алдым. Енді бұны жақсылап жаятын боламыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, қазақ каналының дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Мінекей жайып болдым, енді осыны хурасанның формасына келтіріп кесетін боламыз. Мен осылай кестім, сіздер өз қалауларыңыз бойынша кессеңіздер болады. Осылай барлығын бөліктерге бөліп, менде 23-тік хурасан шықты. Арасына, яғни салмасына өз қалауларыңыз бойынша шоколад, сгущенка салсаңыздар болады. Мінекей бетін жауып 10 минутқа көтерілгенін күтетін боламыз. 10 минут көтерілгеннен кейін үстіне жұмыртқаның сарысын жағып, 160 градуста 20-25 минутта пісіріп алатын боламыз. Әркімде пеш әртүрлі піседі. Мінекей менің хурасандарым осындай қып-қызыл, өп-үлкен, жұмсақ болып шықты. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады.